Нағима, бүгін сенің байың кеп, мен байымды ішкізіп кетіпті. Арақты. Қашан қоясың мен байымды ішкізіп кеткенді? Өмірі кеп мен байымды ішкізіп кетеді сенің байың. Осы арақ қоям деп жүрсе, сен байың келеді да құртып кетеді. Фатима, сен оттай берме. Сен байың бірінші мен байым ұйықтап жатқан жеріне звондап шақырып алды. Bir шиша бар, ішіп бас жазайық деп. Ары қарай бір мәнісі болды. Мен мына жақтан естіп қалдым. Жібермейін дегенім, қазір келем деп кетіп қалды. Содан жоқ болды. Екіншіден, сен байыңа ие бол. Енді мен байым шақыратын болса, милицияға тура берем де жіберем. Естің ба? Одан кейін көтің жүні ағарғанда анау жас келіннің орамалын тағып алғанда басқа орамал таппай қалдың ба үйіңнен, бейшара? Нағима, біле білсең, сен байың өмір үйіңе жете алмай, заборың түбінде ұйықтап жатады. Позор. Ең болмаса байыңды бері қарай ішке кіргізіп алмайсың ба? Ел-жұртқа күлкі қылмай. Орамал тақсам, өзім орамалын таппай қалып, келінім орамалын тағып келдім. Онда тұрған несі бар? Сорлы. Құлап атып жығылғанға күледі дейді. Мен байымның ақылы бар, ақылды мен байым. Кесе заборын түбіне кеп құлап ұйықтайды, ешкімге көрінбейді. Сен байың жатыр ана көшеде, алқаш болып аунап. Ұятың күшті болса, соны үйіңе кіргізіп қоймайсың ба? Ел-жұрттың бәріне көрдіп, көшеде ұйықтап жатыр. Мен байым ақылы бар. Заборын түбіне кеп ұйықтайды, ешкімге көрінбейді. Біле білсең, мен де байыма ақыл кірген. Қазір көшеде жатпайды ішсе. Қазір кесе ішсе мас болса, ешек қораға кеп тығылып ұйықтайды. Сенің заборын түбінде бәрі көріп жүреді. Менің күйеуім ақылы бар қазір. Қанша ішсе де ешек қораға кіріп ұйықтайды.